Шымкенттегі 3-ші энерго орталық күрделі жөндеуден өтпеген. Сондықтан биылғы жылу маусымы күтпеген тосын сыйларға толы болуы мүмкін. Бұл туралы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы айтты. Елді суықтан қорғауға белсене кіріскен Марғұлан Марайым тиісті мекемелер міндетін дұрыс атқармай отыр дейді. Оның сөзіне сенсек, жылуға тікелей жауаптылар түрлі сылтау айтып, жөндеу жұмыстарын жасамаған. Алан жұмыс істемей тұрды деген сөз енді кішкене шындыққа сәйкес келмейді. Арасында тоқтап тұрған кездері болды, бірақ жалпы жылу беру маусымында 2 турбинада жұмыс жасады. Жалпы жөндеуді қажет етіп, енді бұл жұмыстар жаңағыдай себептермен ауыстырылып отыр. Дегенмен басқарма басшысының сөзіне жауапты мамандар қарсы шықты. Мәселен, қала әкімінің орынбасары Бейсенбек Жанбосынов орталықтағы турбиналар 2 жыл бұрын жөнделген дейді. Оның сөзін орталық басшылары да қолдай кетті. Министерство энергетикадан 180 миллион артық шығынды қазір қайтадан жөндеуге қажеттілігі жоқтығын біз дәлдеп бергенбіз. Себебі ол өзінің мотор ресурсын әлі отработать еткен жоқ. Соңғы 2 жылда тоқтап тұрғанына байланысты. Турбина жұмыс істеу жағдай қабілеті бар, қазір жұмыс істеп тұр. Ақталып әлек болғандар осы жағдайға қатысты басқа да мәселенің бар екенін ашып айтты. Бірінші проблема тұтынушылар саны азайған. Бірақ мұны сылтау деген жауаптылар орталық осындай жолмен тарифті өсіруді көздеп отырғаны мәлімдеді. Біздің айтқанымызға құлақ аспастан жаңа тарифті көтеріп алды Министерство энергетикамен. Бүгін мінекей өздерінің тұтынушы болмастан, тұтынушыны ала алмастан, даже өздерінің прямой потребительдер болатын. Олардың өздері де бұлардан кетіп қалды. Осылайша бір мәселеге 3 түрлі жауап алған Жансейіт Түймебаев бұл жағдайды бірлесе шешуге шақырды. Тек олар проблеманы талқылап, бір-біріне сілтеп жүргенде жұрт жылусыз қалмаса болғаны. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.